Саламатсыздар ма оқушылар, біздің зертханалық жұмыстың тақырыбы көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау. Бүгінгі зертханалық жұмысқа керекті құрал-жабдықтар: тақтай динамометр, өлшеуіш таспа немесе сызғыш, ағаш білеуше, жылжымалы қысқышы бар штатив. Енді бірінші тапсырма бізде денені аш биіктікке бір қалыпты тік жоғары көтергенде істелетін жұмысты анықтау. Яғни балалар, бұл жұмысты біз пайдалы жұмыс деп те атаймыз. Ол жұмысты анықтау үшін біз алдымен білеушенің салмағын анықтаймыз. Білеушені динамометрге іліп қараймыз. Бір бөлік құны 0,12-ге тең деп аламыз. Сонда бізде 1,18-ге тең. Келесі биіктігін табу. Білеушені жоғары қарай көтереміз. Енді биіктігін сызғыш арқылы өлшейміз. Көлбеу жазықтықтың биіктігі 5 см. Оны метрға ауыстырғанда 0,105 метрға тең. Пайдалы жұмысты табу үшін А пайдалы тең пи көбейтілген H. Салмақты биіктікке көбейтсек, әрине біз пайдалы жұмысты табамыз. Ал онда 1,18-ді 0,105-ге көбейтсек, ол 0,109-ға тең. Біз бірінші тапсырманы орындадық. Келесі екінші тапсырма дененің көлбеу жазықтық бойымен H биіктікке бір қалыпты көтергенде істелетін жұмысты тап. Енді біз толық жұмысты табуымыз керек. А толықтың формуласы F көбейтілген S көтерілген күшті жүрген жолға көбейтетін болсақ, А толықты табамыз. Динамометр бізде күшті, динамометрдан қараймыз. Динамометр бізде күштін 1,14 деп көрсетіп тұр. Ал енді жүрген жолын табу үшін сызғышты қолданамыз. 25 сантиметрге тең екен. Бірден метрге ауыстырғанда 0,125 метрге тең. Ал енді механиканың алтын ережесіне сай, үйкеліс есепке алынбаған жағдайда А1 және А2 жұмыстары бір-біріне тең болады. Алайда балалар, практикада үйкелісті болдырмау мүмкін емес. Сондықтан толық жұмыс пайдалы жұмыстан әр уақытта үлкен болады. Есеп шығарған жағдайда, көп жағдайда үйкелісті есептемейміз. Алайда бұдан құтылу мүмкін емес. Сондықтан да А толықты табу үшін біз 1,14-ті, яғни күшті жолға көбейтеміз, яғни 0,125-ге көбейтеміз. Тең болады 0,135. Ал енді пәкті табу үшін А пайдалыны А толыққа бөліп, оны 100%-ға көбейту керек. А пайдалы әр уақытта толық жұмыстан аз болады. Сондықтан пайдалы әрекет коэффициенті 100%-дан аз болады. Көп болса, ол дұрыс емес деген сөз. Ал енді формулаға сәйкес шығарғанда жуықтап 26% шығады. Ал онда мәндерін кестеге жаздық. Енді тексеріп көрейік. Барлығы дұрыс, сандары сәйкес келеді. Өздеріңіз келесі сабаққа қорытынды жазып әкелесіздер. Келесі кездескенше.